Енді жаңағы бір нәрсені айтайық. Макаронның мәселесі. Білесіздер, 90-91 жылы Франция Өзбекстан мен Қазақстаннан уранды алып отыр. Францияның уран кеніші, мен жаңылмасам, Шымкент жақта. Ұйықтөбе деген жер бар. Қазақтар қой бағып жүріп, төбеге шығып ұйықтап қалады. Адамдар ұйықтап қалады. Бір ұйықтағаннан тұрмайды. Кезінде әлеуметтік желіде жазылды, артынан бұның бәрі жабылды. Ешқандай медиа жазбайтын болды. Сол жердегі қазақтарды мемлекет алдымен оны экологиясы бұзылған аумақ қатарына санап, басында әлеуметтік көмектерді беріп отырды, артынан оны да алып тастады Назарбаев. Ал Францияға қазақтың ураны сатылып жатыр екен, Қытайға сатылып жатыр. Бұл уран деген әңгімеде өте көп әңгіме бар. Кезінде анау жап-жас жігіт Пекинде қонақ үйге барып, әжетханадан кіріп шығып, қонақ үйде келіссөз жүргізіп жатқан жерінен өліп қалды. Жап-жас жігіт. Атын білесіздер ме? Осы қазақтың уранын басқаратын жігіт. Уранды басқарған Жакишевті қайтты, Назарбаев түрмеге тықты. Түрмеге тықты. Обалды кетті. Міне қазір қаншама өмірін, ғұмырын қор қылып түрмеде өткізіп, енді шығып отыр. Осының бәрі неге қатысты? Уран қатысты. Бұл уран деген зат, мен айттым, атом қаруы дүние жүзіндегі қазіргі ең шешуші қару, екіншісі атом электростанциясы. Міне, атом электростанциясы. Енді қараңыздар, оңтүстікте Қазақстанның өз уран кендері бір орталық Қазақстанда, бір оңтүстік жақта. Оңтүстік жақтан бұл француздар қазады, бірақ қазақтарға ондай бір керемет төлеп жатқаны жоқ. Ол жердегі радиациялық қалдықтар халықаралық стандарт бойынша керемет, өзге жұртқа, суға, табиғатқа, малға, құсқа залал болмайтын стандарттарға сай істеліп жатқаны жоқ. Қазақтар өз жерде үйіне келеді, ұйықтай, таңертең тұрмай қалады, қалыпты құбылыс. Анау уран қалдықтары тиелген, уран рудалар тиелген КамАЗдар Шымкенттің көшесіне бүйтіп, қаулайлым деп қаласа тоқтатып қойып, сол Шымкенттің палауын, самсасын жеп ап, жаңағы көк шайын ішіп алып, сол қазақтың елді мекенімен жүріп отырып, айналасының бәріне радиациялық улы сәуле шашып, содан кейін барып Ресей арқылы шетелге кетеді. Ресей арқылы сол Франциясына кетеді. Оның бәрін қадағалап, сенің мынауың мындай аспаппен тасымалданады, мына қазған кенің былай болу керек, оның бәрі былай изоляциялану керек, ортаны бүлдірмеу керек, ақ болу, көк болу, оны қадағалап отырған қазақ жоқ. Біздің сұмырайларға ақша берсе болды. Ана жерде қазақ өліп жатыр, мал өліп жатыр. Ұйықтөбе дейтін төбесі бар, оны білеміз. Ана бір ауылдың халқы бәленбай адам ұйықтап тұрмай қапты деп бір кезде шу-шұрқан бол, оның бәрін жауып өшіріп тастады. Неге? Оның бәрі неге ұйықтап кетеді? Радиация, көзге көрінбейтін уранның радиациясы сәулесі, ол бүкіл адамның ағзасына оның зиянында қисап жоқ. Ол ең қысқасы бұл атомдық сәуленің зияны, бұл адамның тұқым қуалайтын затын, хромосоманы өзгертіп жібереді. DNA, орыстар ДНК дейді, бүкіл дүние жүзі DNA дейді. Екінші, RNA, тұқым қуалайтын заттар, адамның хромосомасы дейді. Осы заттар, мына бүкіл дүние, мына адамдар бүкіл дүние біледі, азғантай биологиялық сауаты бар жұрт біледі. Бізде мына кәдімгі иретілген екі жіп сияқты, жаңа қамшының иретілген екі өрімі сияқты. Біздің денемізде тұқым қуалайтын зат болады. Адамның тұқым қуалайтын заты 23 болады, оның 22-сі денелік клеткадан болады, біреусі жыныстық болады, еркек пен әйелдің айырмасы болады, XY. Осы заттардың ортасы немен байланысады? Кәдімгі көз алдыңызға елестетіңіз, саты бар ғой. Анау тура анау бір биік ғимараттарға шығатын, немесе анау тікұшақтан жерге түскендегі анау мата, жаңа арқаннан жасалған ортасына зат қойылған саты деген зат бар ғой, соған ұқсайды. Және оны бұрап жіберсеңіз тура сол DNA болады. Сонда ана сатының екі мына салдауының ортасындағы көлденең ағашты, соны жаңа сутектік байланыс дейді. Адам денесіндегі хромосома содан аумайды, сол сутектік байланыс дейді. Мынау атомның, уранның радиациясы сол сутектік байланыстарды бүлдіреді. Мына қараңыздар, адамның денесінде тұқым қуалайтын аурулар болады, адам денесінде.
әр нәсілде солай болады. Жасаған ортасына анау мынау 70 ата бабасынан келе жатқан, біз білмейміз қандай себептерден. Осыдан 2000 жыл, 3000 жыл бұрын жаңағы бір атамыз көзі түсіп кетіп, бір сұлу қызды қатынды алып қалды. Бірақ сол сұлу қыз өзі өңі өлбіреп тұрғанмен, оның денесінде бір рәктің клеткасы, тұқымнан тұқымға берілетін клеткасы денесінде бар. Бітті, ол жалғасып келеді. Енді өкпелей алмайсың, өзіңде білмейтін, бәленбай мың жылдың алдындағы атаңның тұқымына қарап, оның әкесі қанша жасады, шешесі қанша жасады, тұқымдарында басқа ауру бар ма деп тексермей, сұлу сіздің апаңызды алып алғанын өкпелей алмайсың. Міне бітті, сол тұқымдарына кетті сол рак енді. Мысалы, адамдарда болады неше түрлі кемістік болады, құлақтық кемістік болады. Бір көзден болатын алағай, бұның бәрі тұқым қола ауру болады, мынау қоян еріндеген ауру болады, тағы басқа неше түрлі ауру болады. Ол аурулар жаңағы денейдің жаңағы саты бұралған жаңағы естілген арқан сияқты сол несінде еркек пен әйел қосылғаннан кейін кез келген адамда оның 50% жаңағы сатының жартысы ыдырайды да бір жібі шығады, екінші еркек жақтан бір жіп, әйел жақтан бір жіп, одан ол екеуі қайтадан ұрпаққа беріледі. 50% информация әкеден, 50% информация шешеден келеді. Енді сосын оларды тағы сутектік байланыспен жаңағы қайтадан ортасы байланысады. Атомың соны бұзады, қысқасы сатын, екі салдау ағаштың ортасындағы сатының аяқ басар ағашын сындырып тастайды, қысқасы міне сол. Атомның зияны осы. Атомның зияны осы. Тұқым қуалайтын аурулар сол жердегі денедегі сутектік байланыстардың бір кемістігінен болатындығын ғалымдар дәлелдеп жатыр. Соңғы кезде гендік прожектілер неге көбейді? Бүкіл дүние жүзінде адамдардың генін неге тексеріп жатыр? Бүкіл дүние жүзінде бүкіл Еуропа, Америка, Қытай, бүкіл адамдардың осы тұқым қуалайтын затын неге тексеріп жатыр? Мынау коронавирус дейтін ауруды таратудан бұрын Қытайдың қорғаныс министрлігінің жоғары лауазымды бір генералы сұхбат беріп отыр. Ол сұхбатында не дейді? Биологиялық қару дейді. Ол кезде коронавирус әлі шықпаған кез. Биологиялық қарудың пайдасы, оны зерттеуге кететін қаражат ең аз болады дейді. Екінші дейді, оны дейді, қарапайым лабораторияда жетілдіріп шығуға, оның түрін көбейтуге, қысқасы бір уақыты қысқа, қаражаты аз. Үшіншісі, оны жауынға жібересің дейді. Ол жаңа атом қарулары сияқты, ракета және басқа от қарулар сияқты, оның экология ортаға зияны жоқ. Ол жауынды биологиялық тұрғыдан дейді, яғни адамның өзін өлтіреді, оның қаласы, зауыты, мемлекетті тыныштырады дейді. Және биологиялық қару дейді, сен таратып жібергеннен кейін дейді, оны зерттеп жасап, өзіңнің армияңа вакцинасын жасап алсаң дейді, егізіп алсаң дейді, сен өз халқыңды, өз армияңды сақтап қойып, жауды вакцинасын жасап болғанға дейін қырып тастай аласың дейді. Және ол дейді, мәлім бір нәсілге, мәлім бір регионның халқына дейді, бір өңірдің халқына соған бағытталған версиясын жасауға болады дейді. Міне, сол коронавирус жасалып, адамзатқа апат тудырудан бұрын Қытайдың генералының айтқан сөз. Бүкіл желіде тарады, бүкіл ел жағасын ұстады. Коронавирус сол. Енді қараңдар. Бұл деген сөз жаңағы бұралған қамшының жібі сияқты, жаңа қамшының қайсы өрілгені сияқты, бұл бұралады адамның дені, жаңағы формасы соған келеді, формасы соған келеді. Енді жаңағы биологиялық қаруларды зерттегенде мәлім бір регион, мәлім бір адам, мысалы, біз сияқты қазақ, соның денейінің, жаңағы оның ішінде хромосома, жаңағы сутектік байланыстарына бағыттап, тек осы сипаттағы адамдарды өлтіретін, басқа адамды өлтірмейтін түрін жасауға болады деген сөз. Бірақ қазір бұндай қару бар ма жоқ па жоқ, бірақ теориялық тұрғыдан бұл мүмкін. Теориялық тұрғыдан бұл мүмкін. Яғни DNA құрамында жаңағы сутектік байланысының ерекшеліктері мынандай адамдарға жұғады, мынандай адамдарға жұқпайды, бітті. Бұл міне бір қауымды нәсілі мен тұқыммен құртып жіберуге мүмкін деген сөз. Ал осы сутектік байланыстарында жаңағы қазақ жерінен шығатын уранның жердің астында жатып та, одан оны қазып алғаннан кейін, одан оны атом сынағында жарғаннан кейін, одан кейін оны жаңағы атом электр станциясындағы шырғалаңдардан кейін оның сәулесі сол адамдардың тұқым қуалайтын затын бүлдіреді қысқасы. Енді ол тұқым қуалайтын заты бөлінген еркек не әйел,
ол енді адамзат емес. Оның сырты адам, мұрны бар, көзі бар адам, бірақ ол қалыпты адамдармен байланыса алмайды. Кейбіреу, мысалы біздің адамзат, денеміз тұқым қуалайтын затымыз 23, біздікі 23, жартысы. Былайынан 46-мыз, енді ол биологиялық сауат. Енді кейбір адамдар қысқасы биологиялық заты адамзат болмай кетеді. 23 емес оныкі. Ол 23 емес. Қосыла алмайды. Еселеніп кеткен адамдар. Екінші, ол енді адамзат болмай кетті. Қараңыздар, бүкіл бидайының тұқым қуалайтын заты бар, бүкіл шошқа, жан-жаны әрқайсының өзінің тұқым қуалайтын затының тізбегі болады. Құдайдың хикметімен сөйтіп жасап қойған. Тұқым қуалайтын заттарының тізбегін бөлек жасап қойған. Біріне бір ұқсам. Сондықтан анау бидай, анау жүгері, біз адамбыз, анау бөделе, мынау аққу, міне бәрі ұқсамайды. Бұл жаратушы ілім иесінің, шексіз ғылым иесі, бір жаратушының бір хикметпен жасап қойған зат. Енді екіншісі, ана затты үзілгеннен кейін бітті, ол кемістік. Ол ары қарай жалғасып кете береді. Міне, ары қарай жалғасып кете береді.